сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Біз бүгін резерфорд тәжірибесін қарастыратын боламыз. Резерфорд тәжірибесін бақылайтын болсақ, бізде детектор экран орналасқан, экранның ортасында алтын фольга бар. Алтын фольганы гелий атомдарымен, яғни альфа бөлшектермен атқылап жатырмыз. Атқылау барысында біз байқап отырғанымыз көп бөлшектер кесіп өтіп жатқанымен, бірақ кейбір бөлшектер кері қайтып жатыр. Бұдан біз нені байқауымызға болады? Атомдардың көп бөлігі бос кеңістіктен тұратынын аңғаруға болады. Бірақ та кейбір альфа бөлшектер алтынның ядросымен бетпе-бет соқтығысу нәтижесінде кері қайтып жатыр. Осының нәтижесінде, осы эксперимент негізінде біз резерфорд тәжірибесі арқылы Томсонның моделінің дұрыс еместігін бақылауға болады. Егер де Томсон моделі дұрыс болған жағдайда, барлық бөлшектер алтын фольганы кесіп өтіп кету керек болады. Енді бұл фольганың құрылысын қарайтын болсақ, бізде көп алтынның атомдары орналасқан. Алтынның атомдарында қарап отырсақ, ортасында ядро орналасқан, айналасында электрондар айналып жүр. Атомның өлшемі мен ядроның өлшемін салыстыратын болсақ, олардың өлшемдері 10 мың есе жаңағы айырмашылығы бар екен. Енді бұл жерден байқайтынымыз, атомның құрылысында бос кеңістік көп болғандықтан қарап отырсақ, гелий бөлшектері өтіп жатыр алтын фольгасынан. Бірақ та кейбір бөлшектер ядроға бетпе-бет келу арқылы кері қайтып жатыр. Резерфордтың тәжірибесі 1911 жылы күн жүйесіне негізделіп жасалынған болатын. Мына жерде қарастыратын болсақ, атомдарға жаңағы алтынның ядросына гелий атомдары тию арқылы жаңағы кері қайтып жатыр. Бірақ көп бөлшектер жаңағы бос кеңістік арқылы өтіп жатыр екен. Мынау Томсон моделін қарастыратын болсақ, көріп отырғандарыңыздай, бөлшектердің барлығы жаңағы Томсон моделінен өтіп кету керек болатын. Томсон моделінен өтіп жатыр. Енді резерфорд тәжірибесін қарастыратын болсақ, резерфорд тәжірибесінің өзектілігі де осында болып тұр екен. Яғни күн жүйесіне ұқсас. Біз сондықтан айтатынымыз, резерфорд тәжірибесінде резерфордтың моделін жаңағы планетарлық модель деп айтатын себебі де сол екен. Резерфорд 1911 жылы бұл модельді ашқан болатын. Эрнест Резерфорд Нобель сыйлығының иегері, бірақ та бұл физика саласында емес, химия саласынан Нобель сыйлығын иегері болған екен. Біз бүгінгі сабағымызда резерфорд тәжірибесін толықтай талқылап, осы мозаик 3D модель арқылы түсіндіріп өттік деп ойлаймын. Егер де менің каналым ұнаса, подписка жасап, лайктарыңызды басып қойыңыздар.